Ерте ме, кеш пе барлық адамның басында міндетті түрде ағарған шаштар пайда болады. Бұл жағдай осы симптомға бейім көптеген адамдарды қатты алаңдатады. Шашты косметикалық жолмен бояу әдістері ақ шаш проблемасынан құтылудың дұрыс жолы болып саналмайды. Өйткені әртүрлі түстердің химиялық құрамы жалпы денсаулық жағдайына теріс әсер етуі мүмкін. Сонымен сіз шаштың табиғи түсі мен жарқын түсін қайтара алатын тиімді және ең бастысы зиянсыз халықтық емдеу құралдары бар екенін білесіз бе? Бүгін біз сіздермен ағарған шашпен күресудің ең тиімді әдістерімен бөліскіміз келеді. Олар кез келген адамға қолжетімді. Бұл бейнені соңына дейін көрсеңіз, сіз оларды үйде өзіңіз жасай алатын боласыз. Арнаны ауыстырмаңыздар. Шығарылымның соңында біз ағарған шаштың себептері және бұл мәселемен қалай дұрыс күресуге болатыны туралы егжей-тегжейлі айтып береміз. Шаш неліктен ағарады? Шаштың ағаруы бұл құрылымды өзгерткен және пигментті жоғалтқан шаштың пайда болуы. Шашқа түс беретін пигмент меланин деп аталады. Феомеланин қызыл реңктерге, эомеланин қараңғы реңктерге жауап береді. Шаштың табиғи түсі олардың комбинациясына байланысты. Денедегі меланин жеткіліксіз өндірілгенде олар күміс ақ немесе сары ақ түске ие болады. Оны сұр деп те атайды. Меланин меланоциттерде синтезделеді. Эпидермистің базальды қабатында және шаш фолликулаларында орналасқан жасушалар. Содан кейін пигмент белсенді өсіп келе жатқан шаштың өзегіне енеді. Меланин өндірісінің негізгі стимуляциясы гипофиз гормондарының, қалқанша безінің, симптоматикалық жүйке жүйесінің медиаторларының және жыныстық гормондардың әсерінен болады. Біз сіздер үшін және сіздердің денсаулықтарыңыз үшін ең пайдалы кеңестерді тынымсыз таңдаймыз. Және біздің жұмысымыз үшін ең жақсы сыйлық ол сіздердің қолдауларыңыз. Бұл сіз үшін қиын емес, бірақ біз үшін сіздің әрбір тіркелгендеріңіз өте маңызды. Ал бүгін біз сіз үшін шашыңызға арналған ең тиімді рецепттерді таңдадық. Олар туралы бейненің соңында айтатын боламыз. Бейненің астына 1000 лайк басуға ұмытпаңыздар. Шаш ағарудың себеп салдары. Ақ шаштың пайда болу уақыты әр адам үшін жеке және генетикалық тұрғыдан анықталады. Қартайған кездегі ақ шаштың пайда болуы бұл физиологиялық процесс. Бұл өзгерістер меланоцит жасушалары жұмысының төмендеуімен байланысты. Ал жастық шақта 20-30 жас аралығында ақ шаштың өсуі меланоциттердің белсенділігінің төмендеуіне немесе тіпті өліміне әсер ететін бірнеше себептерге байланысты болуы мүмкін. Әйелдер мен ерлердегі ақ шаштың пайда болу механизмі бірдей. Көбінесе процесс бастың жоғары жағынан басталады. Содан кейін ер адамдарда ол бетке, мұрт пен сақалдарға таралады. Ал әйел адамдарда самайының маңында алғашқы ақшыл түктер пайда болады. Кейінірек олар бастың үстіңгі жағында және бастың артқы жағында пайда болады. Қашан және қандай себептерден ол пайда болады? Мамандар ақ шаштың пайда болуына әсер ететін келесі факторларды атайды. Генетикалық бейімділік. Егер әулетте барлығының шашы ерте ағарса, онда бұл ұрпақтан ұрпаққа берілу ықтималдығы жоғары. Эндокриндік жүйенің бұзылуы, қалқанша безінің немесе гипофиздің аурулары. Бұл жағдайда ақ шаш аурудың салдары болып табылады. Сондықтан бұл жағдайда дәрігерге барған дұрыс. Б тобындағы дәрумендердің жетіспеушілігі, дұрыс тамақтанбау және дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі меланин өндірісіне қатты әсер етеді. Аутоиммунды аурулар. Иммунитеттің бұзылуы сонымен қатар ерте ақ түске және шаштың түсуіне әкеледі. Жүктілік кезіндегі гормоналды фондағы өзгерістер. Гормоналды фонды қайта құрудан басқа, әйелдер микро және макроэлементтердің жетіспеушілігін сезінеді. Бұл шаштың да күйіне әсер етеді. Созылмалы стресс. Стресс ағзаға зиянды және шаш оған бірінші болып жауап береді. Тамырлардың тұрақты түрде жиырылуы шаштарды қажетті заттардан айырады және меланин өндірісін нашарлатады. Кенеттен шок сезіну. Эмоционалды уайым аясында шаш фолликулаларын қанмен қамтамасыз ететін капиллярлар күрт қысылып қалуы мүмкін. Осылайша шаш фолликулаларына керекті заттардың ағымы күрт тоқтайды. Нашар экология және жеткіліксіз шаш күтімі.
Сыртқы ортаның агрессивті факторлары ауаның ластануы, сондай-ақ күтіну өнімдерін дұрыс таңдамау, жиі бояу және шашқа химиялық әсер ету олардың жағдайын нашарлатады және мерзімнен бұрын қартаюды тудырады. Әрине, бұл факторларды аяқтайтын адамның жасы. Адам неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ақ шаштар пайда болады. Бұл генетикалық тұрғыдан қалыптасқан мүлдем табиғи процесс және оны тоқтату мүмкін емес. Мүмкін сіз бұл туралы білмеген шығарсыз, бірақ бұл аурумен күресудің барлық қажетті құралдары сіздің үйіңізде бар. Шаштың табиғи түсін қалай қалыпқа келтіруге болады? Бірінші рецепт. Дайындау үшін сізге кептірілген қалампыр, лавр жапырағы, су және ұнтақталған кофе қажет. Кастрөлге бір ас қасық қалампыр құйып, оған 3 лавр жапырағын қосып, 200 мл су құйыңыз. Баяу отта 5 минут қайнатыңыз. Арасында араластырыңыз. Дайын болған сұйықтықты сүзгіштен өткізіп, бөлме температурасына дейін салқындатыңыз. Осыдан кейін ғана оған бір ас қасық кофе қосып, жақсылап араластырыңыз. Қолдануға ыңғайлы болу үшін алынған қоспаны бүріккіш бөтелкеге, яғни распылителге құюға болады. Оны шаш пен бас терісіне жағып, барлығын ақырын ысқылау керек. Мұндай шаш қоспасын 1 сағат ұстаңыз. Содан кейін сумен шайыңыз. Қоспада меланин өндірісін ынталандыратын және шашқа жібектей жылтыр эффект беретін эфир майлары, минералдар және дәрумендер бар. Ал сіз ақ шашпен күресудің қандай әдістерін білесіз? Комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Құрметті көрермен, бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болды деп үміттенеміз. Арнаға жазылып бейнені жақындарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Қазақи арнаны барша қазағым жұмыла қолдап кетсе, мен үшін бұдан асқан бақыт жоқ. Екінші рецепт. Бұл рецепт үшін келесі ингредиенттер қажет. 1 пакетик қара шай, 6-7 лавр жапырағы, 1 ас қасық қалампыр және 2-3 пияз қабығы. Мұның бәрін кастрөлге салып, оны 2 стакан сумен құйыңыз. Әрі қарай оны шамамен 10 минут қайнату керек. Содан кейін қайнатпаны сүзіп, суытып алынған қоспаны бүріккіш бөтелкеге құйыңыз. Массаж жасай отыра бас терісіне және шашқа мұқият жағып, оны жылы қылып орап тастаңыз. 1 сағат ұстау керек. Артынша шайып жіберіңіз. Нәтиже 1 реттен кейін көрінеді. Үшінші рецепт. Сізге 1 пакетик қара шай, 4 лавр жапырағы, кокос майы және су қажет. Пакетиктегі шайды жыртып, кастрөлге шашу керек. Оған 4 лавр жапырағы мен 2 стакан су қосыңыз. Қоспаны қайнағанша дейін 10 минут пісіріңіз. Қайнатпаны сүзіп алыңыз. Сүзілген қоспаға 1 ас қасық кокос майын қосыңыз. Суытып алынған өнімді бүріккіш бөтелкеге құйыңыз. Әр қолданар алдында бұл қоспаны мұқият шайқау керек. Өйткені майларды үнемі араластырып отыру керек. Сіз оны алдыңғы рецепттердегідей қолдануыңыз керек. Бірақ ұзақтығы 2 сағатқа дейін. Артынша масканы таза сумен жуыңыз. 1 айдан кейін сіз алғашқы нәтижелерді көресіз. Ең бастысы, бұл өнімдердің барлығы табиғи, зиянсыз және химиялық бояулардан айырмашылығы шашты бұзбайды. Ертеде әжелеріміз бен аналарымыз қымбат бағалы шампуньдер және бояулар болмаған кезде осындай тәсілдерді пайдаланған. Және олардың шаштары өмір бойынша жастығы мен қара түстерін жоғалтпаған. Сондықтан осы кеңестердің барлығын ағарған шаштарды ұмытқысы келгендерге шынымен көмектесе алады деген үміттеміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.